Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге тәбетті ашатын керемет, тойымды, өте дәмді болып шығатын қияр мен еттен жасалынған керемет салаттың рецептін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең әуелі қажетті заттарымызды дайындаймыз. Бізге ет, бір пияз қажет болады, сарымсақ, петрушка және қияр, соус, қара бұрыш, сұйық май және кориандр қажет болады. Енді барлық заттарымызды дайындап болғаннан кейін қиярымызды жақсылап жуып, артық жерлерін алып тастаймыз және осылай теңдей етіп бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Осындай пышақ құралының көмегімен әдемі болу үшін мен осылай кесіп алдым. Барынша осылай жасасаңыздар болады. Қатты үлкен емес, не кішкентай емес, орташа қылып дәл осылай видеодағыдай кесіп аламыз. Енді кесілген қиярларымызды ыдысымызға саламыз. Енді қиярдың үстіне тұзымызды салып, жақсылап қолымызбен немесе құралмен жақсылап араластырып, дәл осы күйінде 30 минутқа қалдырамыз. Ал енді кезекте бізге пияз қажетті. Пиязды да дәл видеодағыдай барынша жіңішке қылып, ұсақтау қылып турап аламыз. Енді пиязымызды бөлек ыдысқа салып дайындап аламыз. Енді кезекте етімізді, алдын ала жуып тазаланған етті, менде сиыр еті, жақсылап ұсақтап тураймыз, яғни жіңішке қылып, ұзынша қылып, яғни соломка қылып турап алатын боламыз. Мінекей дәл видеодағыдай турап аламыз. Енді осы туралған етімізді бөлек ыдысқа салып дайындап қоятын боламыз. Енді петрушканы да дәл солай, яғни кинза деп атайды ғой, осыны да жақсылап ұсақтап турап алдын ала дайындап қоятын боламыз. Түрде дәл осы менің рецептімен жасап көріңіздер, өте керемет салаттардың бірі. Мінекей кинзамызды дайындап алдық. Енді майымызды табамызға қыздырып, сұйық майымызды кішкене аз-аздан қоса отырып, етімізді жақсылап қуырып аламыз. Етімізді мейлінше қызартып қуырамыз. Орташа отта, отты қатты күйдіріп жібермейміз, күйіп кетеді да іші піспей қалады. Сондықтан орташа отта асықпай жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Мінекей дәл осылай қызара бастайды. Енді үстіне пиязымызды салып, осылай қолымызбен мыжғылап отырып саламыз. Сөйтіп етпен жаңағы пиязымызды да жақсылап қызарғанша әдемі қылып осылай қуырып алатын боламыз. Менің етім тез пісті, өте жұмсақ болды, сондықтан баяу отта әдемілеп пісіріп алыңыздар. Мінекей осылай әп-әдемі қылып пісіріп аламыз. Қараңыздар, етіміз де барлығы жақсылап пісті. Енді қиярымызды аламыз. Қиярымыздың біздің жарты сағат көлемінде суы шықты. Қараңыздар, суының бәрін алып төгіп тастайтын боламыз. Бөлек ыдысқа барынша ыдысымызды қалақ қылып аламыз. Мінекей біздің қиярларымыз дайын болды. Енді осы ыдысқа жаңағы ет пен пиязды саламыз. Міндетті түрде суыған соң саламыз. Сосын сарымсақты дәл осылай чуркадан немесе ұсақтап қолмен турасаңыздар да болады. Мен осылай өткізіп алдым. Барлығын өткізіп аламыз. Енді кинзамызды қосамыз, дәмдеуіштерімізді қосамыз. Кориандр, кішкене қара бұрыш қостым және бір ас қасықтың көмегімен сойлы соусты қостым. Қызыл бұрыш қоссаңыздар да болады. Татымына қарай тұзымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей біздің осымен салатымыз дайын, өте дәмді, өте керемет болып шығады. Дәл менің рецептімен жасап көріңіздер. Салатымыз дайын, осымен дастарханға салып ұсына берсек болады. Бұл салат өте тойымды, ыстық салат деп те атауға болады. Қонақтарға немесе отбасын қуантуға міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар. Каналым ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.